Ассалаумағалейкум, аманбысың, мың қазаққа татитын оң көрермен. Астананың, Алматының төрінен сөйлемесек, Астанада құлақ жоқ кеуде керген. Ақындардың дауысы естілмейді Ақорда ішіндегі бөлмелерден. Алматымның төрінде сөз сөйлейін, қасыма Рүстемдей келген ермен. 30-шы көктемі азаттықтың Алланың сыйы боптыр елге берген. Қадіріңді көкелер қайдан білсін, ұйықтаса да түсінде теңге көрген. 86 бармайды мұрынына, кеудесі медаль, орден. Қазақ болғалы не көрмедік, тағдырдың салғанына пенде көнген. 31-де аштықтан бір қырылып, 37 келгенде ерлер өлген. 86 басқанда белдемеңнен, қайманам қайғы жұтып шерден емген. Қайраттар жарық күнді сыйлап кетті, қайранда осы күнді көрмегенмен. Отан үшін отқа да түспеппеді, Колбин келіп тұрса да көлденеңнен. Жұртымды қырам деген жаман орыс, Мәскеудің метросында боқ жеп өлген. Қазағымның бір тамшы қызылғаны, Қызыл империяны да көрге көмген. Ау қазағыма Қазаққа 30-шы көктем келді. Жерден тілегенімді көктем берді. Көк көздердің сұғынан сақта Құдай, көк байрақпен жарасқан көк белдерді. 30 елдің ішіне кіреміз деп дөбірлетіп жатырмыз көкпен жерді. Биыл нәубетті сумен шөппен берді. Сонда ешкім басқан жоқ от кеудемді. Бұл қазақ енді қайтып туам екен кешегі тәшеніптей тектерілерді. Қиюы кетіп қалған қайран заман, арсыздар әділдікті сотпен женді. Болашаққа белгілі бармасымыз, біз ұлықтай алмасақ өткендерді. 30 жылдық тойға кеп еске алайын, 31-де қырылып кеткендерді.